Кез келген реніш жүрекке салмақ, миға артық жүк. Ал жүгі ауыр адамның өмірде өз орнын тауып мақсатқа жету қиындай түседі. Өкпе реніш берекені қашырады. Пайғамбарымыздың хадисінде де бұл жөнінде кім ризық несібесінің мол және өмірін ұзақ болуын қаласа, туыстарымен қарым-қатынасын үзбесін деп айтылған екен. Демек, ағайын бауырға, туыс-туғанға өкпелеудің жөні жоқ. Қазақ туысы бірдің уысы бір деп бекер айтпаса керек. Тағы бір ақиқат, өзіне, өміріне көңілі толмайтын адамның айналасына көңілі толуы екіталай. Алғыс айтуға қатысты ардақты пайғамбарымыздың хадистерінде былай дейді: адамдарға алғыс айта алмаған адам Аллаға шүкір ете алмайды. Рахмет айтуды және кешірім сұрауды үйренуге ешқашан кеш емес. Кей адамдар өкпелеу арқылы қалағаныма жете аламын деген түсінікпен өмір сүреді. Өзі соған сенеді. Жыласам, мінез көрсетсем, өкпелесем, ренжісем болды, бәрі мен ойлағандай болады-ау деген ойлау қате. Бір қызығы, әдетте адам өзіне қатысты дүниеге ренжиді екен. Мәселен, біреу сізді жалқау деп, соған ренжіп қалдыңыз делік. Демек, іштей өзіңіздің еріншек екеніңізді біліп мойындап тұрсыз. Мұндай сын немесе сөздің сізге қатысы болмаса, оған назар аудармас едіңіз. Әр адамның өзінің кемшін тұстарын іштей жақсы біледі. Ал соны біреу бетіне басса, өкпелеп қалады. Құрбан кейпіндегі адамдар да бәріне өкпелегіш келеді. Олар мен аясы екен деп тұрады. Аяушылық арқылы басқалардың махаббатын оятамын, өзіме назар аудартамын деп ойлайды. Ойындағыдай болмай жатса, өкпелеуге дайын тұрады. Қаперіңізде болсын. Адамдар мен аясы екен деп ойлаған сайын, аяушылық жағдайына түсе беретін боласыз. Шешім: реніштен арылуды шын қалаған адам одан арылады. Өйткені кешіру, ұмыту, кек сақтамау тікелей өз қолыңызда. Біреуді кешіру, өкпе реніштен арылу қолыңыздан келмей жатса, Алладан сұраңыз. Аллахым, жүрегімдегі дерттерден оңай, жеңіл айығуымды нәсіп етші. Жүремдегі ренішті алып тасташы. Мені ренжіткен адамдарды кешіру үшін маған күш берші. Мен де оларды да кешірші. Әумин деген дұға бар екен біле жүріңіз. Сосын адамның өзіне емес бір қылығына, әдетіне, әрекетіне, не сөзіне ренжитініңізді түсініңіз. Біреудің белгілі бір кемшілігіне ренжісеңіз, ол кемшілік өз бойыңыздан да табылуы мүмкін екен ойлап қойыңыз. Санасы жоғары адам орынсыз ренжімейді. Ұсақ-түйек нәрсеге бола кек сақтамайды. Ренжіген күнде де әр өкпе реніштің саналы түрде талдау жасап, сабақ алып өзін тәрбиелей түседі. Әрқайсымыз осындай саналы адамдардың қатарынан болуға лайықпыз. Өміріңізде өкпеге орын болмасын. Бірақ ол санада пайда болған сезімдерді іште жұта бер деген сөз емес. Кейде шыны керек, жанымызға жақын, қымбат жанды өкпелетіп алмас үшін айтқанымыз келген нәрсені айта алмай іштен тынатынымыз бар. Өзгені ренжітіп алудан қорқу да адамға тән сезім. Алайда жан дүниеміздегі сезімдер мекені түпсіз емес. Бүкіл айтылмай қалған реніш ішке жиналып, бір күні бұрқ етіп жанартаудай айтылуы мүмкін. Сол себепті көңілде кірбің сақтамай, өкпе ренішті сол мезетте айтқан дұрыс. Бірақ ұрыс-керіссіз, дауыс көтермей, адамның жанына тиетін ауыр сөздерді қолданбай, балағаттамай, дұрыс сөздермен жеткізе білу маңызды. Әр адам өзінің қатесін дер кезінде түсініп, кешірімді сұрауды үйренсе, өкпе реніш әлде қайда аз болар еді. Есіңізде болсын, адам өзінде не бар болса, соны бөліседі. Ішінде не болса, соны сыртқа шығарады. Біреу сіздің жаныңызды жараласа, демек оның іші де алай-дүлей құйын, ауыр мұң, жаны 2 есе жаралы деген сөз. Осылай ойлаңыз да кешіріммен қараңыз, өкпелемеуге тырысыңыз. Имам Ғазалидің Ихуя Улумиддин кітабында айтылған бір парасатты сөз бар. Кім Алладан емес, адамдардан дәмеленсе, ол өзіне кедейліктің жетпіс есігін ашады.